Ораза ұстаушының аузынан шығатын жағымсыз иіс Алланың құзырында қандай иіске тең келетінін білесіз бе? Ендеше мына хадиске назар аударайық. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك رواه البخاري ومسلم. İmam Bukhari мен Müslim'den жеткен хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам былай деген: Мұхаммедтің жаны уысында болғанмен ант етейін, аузы берік кісінің аштық пен сусағандықтан шыққан аузының иісі Алланың құзырында месік әтірінен де жақсырақ. Алла Тағала баршаларымыздың ұстап жатқан оразаларымызды, оқып жатқан тарауих намаздарымызды қабыл етсін. Және де өзінің құзырында ораза ұстағанымыз үшін мол сауапқа кенелген құлдарының қатарынан етсін. Рамазан мүбәрәк болсын.